Қайырлы күн, достар. Мен есімім Тамара. Осы соңғы 1,5 жыл бойы өзімнің трансформациямды өтіп жатырған және қазіргі таңда өзіме қажетті кез келген нәрсені өте қысқа уақыттың ішінде, яғни 2-3 сағаттың ішінде өзімнің полема алып келіп, өзіме тарта алатын дәрежедемін. Сондықтан да бұл өзім әлемнің заңдылықтарын зерттегенді жақсы көрем. Сол арқылы әрбір адамның өміріндегі болып жатырған жағдайларды зерттегенді жақсы көрем. Және бұл тақырып маған өте қатты ұнайды. Сондықтан сіздермен де сол заңдылықтармен бөліскім келеді. Сол арқылы біз өзіміз ойламаған өмірімізді өзімізге өте қысқа уақыттың ішінде тарта аламыз. Олай болса, бүгінгі осы YouTube каналымыздағы екінші видеоның тақырыбы матрицадан шығу және өзімізге қалаған өмірімізді өте қысқа уақыттың ішінде тарту үшін арналған қандай басты бір практиканың бірі. Сол практикамен сіздерге айтып, сонымен бөлісетін боламын осы видеомда. Олай болса, ең бірінші мен жалпы матрица деген туралы айтқым келіп тұр. Матрица дегеніміз не? Матрица дегеніміз қаншама адам, 97% адам, олар матрицада жүрген адамдар. Матрица дегеніміз бізді осы кезге дейін құйып тастаған установкалар. Осылай өмір сүру керек, бұлай өмір сүруге болмайды, осылай дұрыс, бұлай қате деген, яғни сондай бір бізге көп болмайды деген запретті қойып тастаған. Соның кесірінен біз қазіргі таңда өзімізді жоғалтып, шынымен де өзіміздің қалауымызды көпшілігі түсінбей, нені қалайтынын, қалай өмір сүргісі келетінін қалайтынын білмей, яғни осылай болу керек, осылай сүру керек деген ата-ананың, мектептің, мұғалімдердің, достардың, жағы ұжымдастардың айтқанымен өмір сүрудеміз. Және сол арқылы біз өзіміз матрицада жүрміз. Матрицада әртүрлі программалармен, ол қорқыныш, ол сенімсіздік, ол агрессия, ол ренжіш, ол жағы ертеңгі күнге уайым, бұның барлығы матрица, бұның барлығы программа, оның барлығы сіз емес, оның барлығы жай ғана программа. Бірақ өмірде өте бір матрицадан шығып, ең бақытты, ең бай болып өмір сүріп жатырған адамдар да бар. Ол адамдар сол матрицадан шыққан адамдар. Олар уже матрицада өмір сүрмейді, олар уже установкалардан шығып кеткен, қалай дұрыс екенін олар өздері біледі, өз қалауларын жасайды, және оларда ешқандай қорқыныш жоқ, ешқандай агрессия, ренжіш, оның барлығы біздерде негативті эмоциялар болып есептеледі. Сондықтан олар оған өздерінің энергияларын құртпайды. Сондықтан да бүгінгі айтпағым матрицадан шығу үшін ең бірінші басты заңдылықтардың бірі, өте мықты жұмыс жасайтын заңдылықтардың бірі, қандай заңдылық, сол жөнінде сіздерге айтып өткім келіп отыр. Көпшілігіңіз бұл заңдылықты білесіздер, бірақ көпшілігіңіз оны пайдаланбайсыздар. Ол заңдылық алғыс айту. Алғыс айту заңдылығын көпшілігі білсе де, естісе де, бірақ өздері ұйқыдан тұрғаннан кейін алғыс айту керек екенін біледі, сол үшін дәптерлерін ашады, алғысты жазады. Алғыс айтам үйіме, өзіме алғыс айтам, ақшама алғыс айтам деп. Бірақ ол қателік. Неге? Өйткені ол жерде біз тек қана жазамыз, айтамыз, бірақ ешқандай оған сезім жоқ. Ал ең дұрысы, ең мықты жұмыс жасай бастайды ол заңдылық тек қана оны сезінген кезде, яғни соны сезіну арқылы алғыс айтқан кезде. Сезіну арқылы не нәрсеге алғыс айтамыз, сол нәрсені біз x10 есеге өсіреміз, өте қысқа уақыттың ішінде. Яғни сезіну дегеніміз эмоциямызды, вибрациямызды көтеру. Сол вибрацияны көтерген кезде ғана біз өзімізге барлық қалаған нәрсемізді тарта аламыз. Өйткені бізді жаратушы сондай бір өте керемет жан қылып жаратқан, және сондай заңдылықтардың бірі өзімізге тартылыс заңы, өзіміздің қалауымызды өзімізге тарту. Магнит секілді өзіңізге қалаған нәрсені тарта аласыз. Бірақ тек қана вибрацияңыз өте жоғары болып, эмоцияңызды көтерген кезде. Ал ол энергияны көтерген кезде, энергияны көтеру үшін өте мықты жұмыс жасайтын осы жаңағы алғыс айту. Яғни көпшілігі бұл алғыс айтуға келген кезде жаңағы дұрыстап алғыс айта алмай жатады. Жай ғана жазған кезде тек қана жазады, бірақ эмоция жоқ. Сондықтан сіздерге айтарым, ең дұрысы
кез келген уақытта, қай уақыт болса да, таңда болу деген міндетті емес. Кез келген уақытта күніне өзіңізге бір сондай әдет ретінде қалыптастырсаңыз, күніне бір 3 минут уақытыңызды алар. Тоқтап, не жасап жатырсаңыздар да, жан жағыңызға қарап, соған алғыс айту. Үйіңізде тұрып жатырсыз ба, бір бөлмелі, бірақ сол үйіңізге көңіліңіз шықпай жүр ма, көңіліңізден 3 бөлмелі үй алғыңыз келе ма, сол бірінші бір бөлмелі үйіңізге алғыс айту керек. Сол үйіңіз бар, баспанаңыз бар, соған шын көңілде жаратушыға алғыс айту керек, осы үйіңіз үшін. Табыс алып жатырсыз ба, 70 мың теңге табыс алып отырсыз, көңіліңізден шықпайды, 700 мыңға өсіргіңіз келеді. Сол 70 мың теңге табысқа бірінші алғыс айтуымыз керек. Шын көңілден алғыс айтып үйренуіміз керек. Эмоциямызбен көтеріліп, яғни ол эмоцияны көтеру дегеніміз, сіздер мысалы бір розыгрыштан бір нәрсе ұтып алсаңыздар, соған өте қатты қуанасыздар ғой, сол кезде сіздер алғыс айтасыздар ғой. Дәл сол сезімді сезіну. Дәл сол сезім арқылы алғыс айту. Егер жолдасыңыз ақша таппайды дейсіз бе, жолдасыңызға көңіліңіз толмай жатыр ма, ол кезде ол адамды ренжіп, ол адамға ұрсып, олай біз ол ер адамды ауыстыра алмаймыз. Біз тек қана ол адам үшін жаратушыға алғыс айта аламыз. Ол адамның жақсы қасиеттері үшін бар болып тұр ғой, сол адамға тұрмысқа шыққан болсақ, сол адамды таңдаған болсақ, оның жақсы қасиеті бар дегенді білдіреді. Сондықтан да бұл жерде негативына емес, жаңағы сол адамның жақсы қасиеттеріне фокусымызды бұруымыз керек. Сол қасиеттері үшін жаратушыға рахмет айту керек. Даже сол ер адамыңыздың өзіне сол қасиеттері үшін алғыс айтсаңыз, барлығы өзгеріп бастайды. Өзіңіздің Инстаграм парақшаңыз немесе кез келген желіңіздің подписчиктарын, оқырмандарыңызды көбейткіңіз келе ме? Сізде қазіргі таңда 1000 оқырман бар, бірақ соны 10 мың болғанын қалайсыз ба? Сол 1000 оқырманға алғыс айту керек. Яғни кез келген не нәрсеге алғыс айтамыз, біз сол нәрсені өте қысқа уақыттың ішінде көбейтеміз. Сондықтан да алғыс айту бұл ең керемет, ең мықты заңдылық. Бірақ көпшілігі алғыс айтуға эмоцияны көтере алмайды, энергиясын көтере алмай жатады. Неге? Өйткені ол адамдарда негатив өте көп. Негативті эмоциялар өте көп. Миының бәрі негативпен, өткенді жібере алмайды, болашақты уайымдайды, агрессиямен, ренжішпен, үлкен бір жауапкершілікпен, үлкен бір жүкпен жүрген қаншама адам бар. Яғни ол негативтар өте көп болған кезде, ондай адам жүрегін ашып, шексіз алғыс айта алмайды. Сондықтан да бұл жерде алдымен сол негативтардан арылу қажет. Негативтар бізді тек қана төмен қарай тартады. Энергиямызды тек қана төмен қарай тартады. Сондықтан да бұл негативтардан құтылмайынша біз өмірімізге чудоны тарта алмаймыз. Қалаған кез келген нәрсемізді тарта алмаймыз. Сондықтан да алдымен негативтардан арылғандарыңыз жақсы. Негативтан қалай арылу керек екенін білмесеңіздер, қандай практикалар қажет екенін білмесеңіздер, менің төменде өзімнің сілтемелерім бар. Сол сілтемеге басу арқылы менен соны алсаңыздар болады. Менде арнайы барлық, яғни ол эгоны сындыру, ол реніштердің барлық адамға деген реніштерді қалай жіберу керек, ол агрессиясы бар адам ашулана беретін, балаға ұрса беретін, жолдасына ұрса беретін, агрессияда жүретін адамдарға қалай одан құтылу керек. Одан бөлек болашақты уайымдамау үшін тревожностьтан қалай шығу керек. Соның барлығы және тағы да өте көптеген қалай сеніммен өмір сүру керек, соны туралы, яғни өте көптеген практикалар бар. Сол практикаларды өзіңізге алып, әрі қарай соның барлығын жасайсыз. Өйткені мен өзімде де ол негативтің барлығы өте көп болды. Сол кезде оның барлығы менің денсаулығыма әсер етті, күйіме, сыртқы, ішкі күйімнің барлығына әсер етті, ақшама, қарым-қатынасына бәріне әсер етті. Бірақ сол практикаларды күнде жасау арқылы, Аллаға мыңда бір шүкір, ол негативтің барлығынан арылдым.
Негативтан арылған кезде, ішіңіздің барлығы босаған кезде, сіз уже вибрацияңызды көтеріп, энергияңыз толы болып, сол кезде өзіңіздің қалаған кез келген өміріңізді өзіңізге тарта аласыз. Қанша ақша болсын, қандай қарым-қатынас болсын, қанша оқырман қажет, қандай материалдық үй керек па, машина керек па, оның барлығын өзіңізге вибрацияңызды көтеру арқылы тартылыс күшімен өзіңізге тартып бастайсыздар. Бұл өте керемет сезім. Сондықтан да көпшілігінің қателігі фокусы негативта. Қарызы бар адамның фокусы қарызда. Сол фокусты не нәрсеге қоясыз, сол нәрсе x10, x100 есеге үлкейе береді. Жаратушым бізге сондай ма еркіндікті берген, сен өзіңнің фокусыңды қайда қоясың, сол арқылы өзіңнің өміріңді құрасың дейді. Бізге сондай таңдау берген. Сондықтан да біз өзіміз таңдаймыз, фокусымызды негативқа қоямыз ба, әлде дұрыс позитивті ойға қоямыз ба, біз оны таңдаймыз. Яғни біз таңертең кешке дейін фокусымызды қарызға қоямыз ба, немесе фокусымызды табысымызды көбейтуге қоямыз ба, бұны біз таңдаймыз. Фокусыңызды қарызға қойсаңыз, кредитіңізді, ипотекаңызды төлеу керек, олай никогда ешқашан қарызыңыздан құтыла алмайсыз. Қарыздан құтылу үшін тек қана ең бірінші фокусымызды, вниманиямызды негативті одан әрмен үлкейте бермей, фокус вниманиямызды позитивқа, яғни дұрыс ойға қою керек. Ал дұрыс ой, ол табысымызды көбейту. Қарызды төлеу үшін бізге табыс керек. Табысымызды көбейту керек. Сондықтан да біз фокусымыз табысты көбейтуге қоямыз. Соған сай табысты көбейту үшін әрекеттенеміз. Сол арқылы ғана қарызды жауып, қарыз деген нәрсені ұмытуға ең мықты инструмент, құрал осы болып есептеледі. Сондықтан да тағы да айтқым келетіні, алғыс айту заңдылығы ең мықты заңдылық. Егер біз оны күнделікті өмірімізде барлық бағытымызға пайдаланып бастасақ, ол өзімізге байланысты, өзіміздің осы кейпімізге байланысты, осы көзімізге, осы денемізге, осы әдемілігімізге, осы сыртқы шашымызға, тырнағымызға болсын, бәрібір. Яғни біз соған, егер сіз өзіңізге көңіліңіз толбай, өзіңізге көп негатив айта беретін болса, онымен сіз одан негативтен шыға алмайсыз. Тек қана өзімізді шексіз, шартсыз жақсы көре отырып қана біз өзімізді өзгерте аламыз. Ешқандай өзімізге шарт қоймай, өзімізді қабылдай отырып қана. Өйткені біз егер өзімізді өзіміз қабылдамасақ, бізді ешкім қабылдамайды. Егер өзімізді өзіміз қабылдай алмасақ. Егер артық весіңіз болса, бірақ соны сіз өзіңіз қабылдай алмасаңыз, сол артық весіңізбен, онда сізді басқа ешкім қабылдамайды. Қасыңыздағы ер адамыңыз да қабылдамайды. Өйткені сіз өзіңізді өзіңіз қабылдамай тұрсыз, соны ол сізге айна түрінде көрсететін болады. Сондықтан алғыс айту арқылы өзімізге ұйқыдан тұрғаннан бастап өзіңізге кәдімгідей алғыс айтып бастаңыз. Өйткені бұл өмірде тек қана сіз. Басты адам бұл сіз. Өзіңізге ең бірінші алғысты өзіңізге айтып бастаңыз. Қандай қиындық болса да, сіз өзіңіз келе жатырсыз. Сол қиындықтың барлығын көтеріп, сынбай, аяққа тұрып, бір жылап алып, қайтадан тұрып жүрген бұл сіз. Сіздің мына денеңіз, теліңіз. Сондықтан қанша құлап жатырсаңыз да, бірақ аяққа тұрып, дамып, білім алып, әртүрлі әрекеттеніп отырған бұл сіз. Сондықтан да сол үшін ең бірінші өзіңізге алғыс айтыңыз. Өзіңіз сынбай, аяққа тұрып, әрқашан өзіңізді сүйреп келе жатырғаныңыз үшін алғыс айтыңыз ең бірінші. Өзіңіздің кейпіңіз үшін, көзіңіз үшін, шашыңыз үшін, әдемілігіңіз үшін, қолыңыз үшін, қандай болсаңыз да, бірақ алғыс айтыңыз. Әрі қарай өзіңіздің үйіңіз болсын, табысыңыз болсын, жолдасыңыз болсын, балалар үшін алғыс айтыңыз. Өйткені бұл заңдылық өте мықты жұмыс жасайтын заңдылық болып есептеледі. Жаныңызды тыныштандыратын, жаныңызға рахат беретін, және жаңағы тартылыс заңы арқылы өзіңізге кез келген өзіңіздің өмірдегі қалауыңызды өзіңізге тарта алатын керемет мүмкіндік. Яғни бұл заңдылықтар арқылы өзіңізге, егер ер адамыңыз жоқ болса, қарым-қатынасқа кіре алмай жүрген болсаңыз, сол қарым-қатынасты өзіңізге тарта аласыз. Егер ақшаңыз
табысыңызды көбейткіңіз келе ма, табысыңызды x 10 есеге өте қысқа уақыттың ішінде өсіріп, соны тарта аласыз. Саяхаттағыңыз келе ма, соған сай нәрсені, соған сай адамдарды тарта аласыз. Барлығы да жұмыс жасайды. Бірақ ол үшін негативтен шығып, позитивті ойлап, позитивті көңіл күйге көшуіміз қажет. Сондықтан ең бірінші жүрегімізді негативтен тазалаймыз. Олай болса, рахмет бүгінгі эфирға, осы сіздерге арналған видеома қатысқандарыңызға, баршаңызға осы құралдарды пайдалансаңыздар деймін. Сол арқылы ең бірінші матрицадан шығып бастаймыз, яғни алғыс айту заңдылығы арқылы.